Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен етті пирогтың жасалу жолымен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, оның үстіне жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды құйып, айранымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Айранның орнына қаймақ пайдаланса да болады. Және бір қасық уксус қосамыз. Жарты қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен еліктен өткізген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Еленген қамырымызды салафанға салып қоямыз. 10 минутқа тұра тұру керек. Енді пиязымызды, картофелімізді майдалап жақсылап турап аламыз. Қызып тұрған табаға пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Үйіңізде қандай приправа бар, барлығын қоссақ болады. Мен зира мен қара бұрышты қостым. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне картоп қосып, бір келкі қылып, бір қуырып аламыз. Қатты пісудің керегі жоқ. Басқа ыдысқа су үшін салып қоямыз. Енді қамырымызды алып 5 бөлікке бөлеміз. Енді видеодағыдай етіп жайып, ортасына май жағып шығамыз. Бетін салафонмен жауып қойып 10 минут қоямыз. Ода 10 минут өткеннен соң жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа емес, орташа қылып жайып, осылай бөліктерге бөліп кесеміз. Ортасына бағана салмамызды салып, видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Тура видеодағыдай етіп, пирогтың формасын шығарамыз. Үстінен басып, бір-бірмен біріктіреміз. Жұмыртқаның сарысын алып, бір келке етіп жағып алып, бетіне күнжіт себеміз. Күнжіт міндетті емес. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут көлемінде пісіреміз. Достар, шынымен өте керемет, дәмді болып шықты. Жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менің жолдасыма қатты ұнады. Ішіндегі салмасы барлығы пісті, қамыры қатпарлы болып шықты. Барлығыңызға ас болсын, бәріңізге сәттілік.